Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын, керемет болып шығатын картоп қосылған құймақтың рецептімен бөліскім келеді. Бірге жасап көрсеңіздер болады. Ал бисмилля деп бастаймыз. Ең әуелі таза ыдысымызға 3 жұмыртқа, сүт қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Толық құрамды видеоның төменгі жағындағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Алдын ала електен өткізіп қойған ұнымызды бірте-бірте қоса отырып, шанышқының немесе венчиктің көмегімен түйіршіктері қалмайтындай етіп жақсылап араластырып аламыз. Бізге 2 картоп қажет болады. Картопымыз піспеген шикі, оны үккіштен өткізіп дайындаймыз. Үккіштен өткізілген картопты да қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Татымына қарай тұз саламыз және шамамен 3 ас қасықтай сұйық май қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Осымен біздің құймақтың қамыры дайын болды. Енді оны қызып тұрған табаға шамамен 1 ожаудай құйып, тура құймақ тәрізді етіп, ең төменгі отта 2 бетін қызартып пісіріп аламыз. Іші толықтай пісіп шығады. Келесі бетіне аударып, төменгі отта пісіретін боламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі пайдалы, оңай дайындалатын, қолжетімді рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Осылай барлық құймақтарымызды пісіріп аламыз. Байқағандарыңыздай құрамы қолжетімді, ерекше, іші толықтай пісіп шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Құймақтарымыздың шетіне сармай жағып шықсаңыздар болады. Сол кезде жұп-жұмсақ болып шығады. Міне біздің картоп қосылған ерекше құймақтарымыз дайын болды. Ортасына қаймақ жағып дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, ерекше, тойымды болып шығады. Достар, видео пайдалы болған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Әлеуметтік желі арқылы достарыңызбен бөлісіп, каналымның дамуына үлес қоссаңыздар болады. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Ас болсын.